Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Нұргүл бүгін үй жағдайында осындай керемет балмұздақ жасайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін лайк басып, комментария жазып, маған жазылуды ұмытпаймыз. Ең бірінші бізге осындай қарбыз керек. Қарбызымызды осындай бөліктерге бөліп алып, оны морозилькаге салып қоямыз. Бір келкі осындай қатты болғанша, одан кейін оны шығарып осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын бізге блендер қажет болады. Блендерді қарбызымызды салғаннан кейін үстіне бір қасық қаймағымызды, одан кейін 3 қасық сгущенкамызды саламыз. Осылай әдемілеп салып болғаннан кейін жақсылап блендерлеп шығамыз. Бір келкі масса болу керек. Міне достар, біз осылай балмұздақты жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді бұл массамызды ішіндегі дәнектерін алып тастаймыз. Негізі морозилькаге салмастан бұрын дәнектерін тазалап алғаныңыз дұрыс болады. Мен ұмытып кеттім. Сол себепті кейін блендерлеп жатқан кезде мен дәнектерін алып тастадым. Енді біз бұл массаны 3-4 сағатқа морозилькаге салып қоямыз. Міне достар, бізде үй жағдайында осындай керемет балмұздақ қарбыздан дайын болды. Өте оңай. Үй жағдайында жасай бересіздер. Кез келген уақытта балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Біздің отбасымызға бұл балмұздақ түрі өте ұнады. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментария жазып, бөлісіп кетіңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Үйдегі жақындарыңызға, балаларыңызға жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Каналдың ары қарай өсуіне үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге ас болсын.